Мен бұл оқиғаны айтуға ұзақ уақыт батылым жетпеді. Себебі кейбір шындықты дауыстап айту, өзімді қайтадан сол түнге апару деген сөз. Ол күн кәдімгі күн сияқты басталды. Үйде тыныштық. Күйеуім жұмыста. Мен жалғызбын. Шаршаңқы едім. Соңғы айларда өзімді бөтен сезінетін болдым. Үйдің ішінде жүргеніммен, жаным басқа жерде жүргендей. Есік қаққыштың дыбысы ойымды бөлді. Менмін, деді таныс дауыс. Күйеуімнің досы. Ол біздің үйге жиі келетін. Әрдайым сыпайы, әрдайым шектен аспайтындай көрінетін. Бірақ оның көзқарасында бір түрлі нәрсе бар еді. Мен оны бұрын байқамадым ба, әлде байқасам да мойындағым келмеді ме, білмеймін. Кір, дедім. Ол үйге кірген сәттен бастап, ауаның өзі өзгергендей болды. Үндемей отырды. Көзін төмен салды. Сосын маған қарап, жақсы емессің бе, деді. Сол сұрақ. Қарапайым сұрақ сияқты, бірақ менің ішімдегі әлсіз жерді дөп басты. Біраз шаршадым дедім. Ол басын изеді де ас үйге беттеді. Су іш, деді ол стаканды маған ұсынып. Мен ойланбастан алдым. Сол сәтте ештеңе сезбедім. Дәмі де, иісі де өзгермегендей еді. Бірақ бірнеше минуттан кейін денем ауырлай бастады. Басым айналды. Уақыт баяулап кеткендей болды. Не болып жатыр? Дедім даусым дірілдеп. Ол жақындады. Тым жақын. Қорықпа, деді жай ғана. Мен орнымнан тұруға тырыстым, бірақ аяқтарым бағынбады. Бұл әлсіздік емес еді. Бұл басқарудан айырылу еді. Сол сәтте мен ең қорқынышты ойға келдім. Мен қазір өзім емеспін. Ол мені икерген жоқ, айқайлаған жоқ, қол көтерген жоқ. Одан да қауіптісі, ол менің үнсіздігімді пайдаланды. Сен өзіңде мұны қалайды, деді ол сыбырлап. Мен қарсы болдым ба? Ішімде қарсы дауыс болды, бірақ денем оны тыңдамады. Ақылым тұманданып, сезім мен әлсіздік араласып кетті. Сол түн нақты не болғанын айтып жеткізу қиын. Есте қалғаны кінә сезімі мен түсініксіз тартылыс. Таңертең оянғанда ол жоқ еді. Ал мен енді бұрынғы адам емес екенімді сездім. Күйеуім кешке үйге келгенде менің көзіме тік қарамады. Өйткені мен оның жанарында кінәні көремін деп қорықтым. Жақсысың ба, деді ол. Иә, дедім. Бірақ бұл ең үлкен өтірік еді. Сол күннен бастап күйеуімнің досы маған хабарласа бастады. Алдымен жай ғана, қалайсың? Сосын, ол күнді ұмытпайық. Сосын, сен де сездің ғой. Мен жауап бермедім. Бірақ үнсіздігім жауаптың өз еді. Ішімде бір сұрақ қайта-қайта жаңғыратын. Мен құрбанмын ба, әлде өз әлсіздігімнің тұтқынымын ба? Ал ең қорқыныштысы, кейде сол түнді ойласам, жүрегім шым етіп, бір түрлі сезім оянатын. Сол сәтте мен өзімнен шошыдым. Келесі күндер бір-біріне ұқсап кетті. Мен бұрынғыдай үй жинадым, ас дайындадым, күліп сөйлегендей болдым. Бірақ ішімде бір нәрсе үздіксіз мазалай берді. Телефоным дір етті. Ол. Қалайсың? Жауап бермедім. Бірақ ол үнсіздікті түсінді. Кешке тағы хабарлама келді. Сен бәрін түсіндім. Мен де түсіндім. Жүрегім қатты соқты. Бұл сөздерде ашық ештеңе жоқ еді. Бірақ дәл сол себепті қауіпті болатын. Ол мені айыптаған жоқ. Қорқытқан да жоқ. Ол өзін кінәлі етіп көрсетпеді. Керісінше, бәрін ортақ құпияға айналдырғысы келді. Сол кезде мен түсіндім. Ол менің есімде қалған сол түннен емес, менің үнсіздігімнен күш алып отыр. Күйеуім бірде маған ұзақ қарап отырды. Сен өзгеріп кеткенсің, деді кенеттен. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Қалай? Дедім жай ғана. Бұрын көбірек сөйлейтін едің. Қазір өзіммен өзіңсің. Мен жауап таба алмадым. Себебі ол дұрыс айтып тұрды. Сол сәтте есік қақылды. Күйеуімнің досы. Ол кіргенде көзіміз түйісіп қалды. Бір секундқа ғана. Бірақ сол секундта өткеннің бәрі қайта тірілгендей болды. Ол сабырлы еді. Тым сабырлы. Ал менің ішімде дауыл тұрды. Шай ішесің бе, деді күйеуім. Жоқ, асығып тұрмын, деді ол. Сосын маған қарап, кейін сөйлесеміз.
Бұл сөзді күйеуім де естіді, бірақ мағынасын тек екеуміз ғана түсіндік. Ол кеткен соң күйеуім сұрады: «Сендер арасында бірдеңе бар ма?» Менің аузымнан бірден шықты: «Жоқ». Өтірік тым жылдам айтылды. Сол себепті күмән тудырды. Түнде ұйықтай алмадым. Өзіме қайта-қайта бір сұрақ қойдым. Мен неге үндемедім? Қорыққанымнан ба? Әлде ішімде мойындауға ұялатын бір сезім болғандықтан ба? Бұл ойдан өзім шошыдым. Мен өзімді ақтағым келді. Бірақ кейде адамды ең қатты қинайтыны өзіне шындықты айту. Телефон тағы дір етті. Бәрін күйеуіңе айтпайық, ол көтере алмайды. Міне, сол сәтте бәрі анық болды. Бұл енді құпия емес еді. Бұл қысым еді. Ол мені ашық іздемейтін болды. Телефонда сирек тірілдейтін. Бірақ дәл сол тыныштық ең қауіптісі еді. Мен оны көшеде кездестірдім. Күтпеген жерден, дүкеннің алдында. Адамдар көп, бәрі қалыпты сияқты. «Сөйлесу керек», деді ол жай ғана, дауысы тыныш, тым тыныш. «Мұнда емес», дедім. «Онда қашан?» деді ол көзін тайдырмай. Осы көзқарас. Ол көзқараста күш те, сенім де мені әлсіз жермен ұстап тұрған бір нәрсе бар еді. «Біз ештеңе сөйлеспейміз», дедім ақыры. Ол жымиды. «Сен солай ойлайсың». Сол сәтте мен түсіндім. Ол мені қорқытқысы келмейді. Ол мені сендірткісі келеді. Бәрі менің таңдауым болғанына. Кешке күйеуім тағы сұрады: «Сен бірдеңені жасырып жүрсің бе?» Мен жауап бермедім. Ал үнсіздік кейде ең ауыр мойындау. Түн. Үй тыныш. Күйеуім ұйықтап жатыр, ал мен төбеге қарап жатырмын. Сол бір стақан су, сол бір әлсіз сәт, сол бір үндемеген шындық. Мен өзімді қайта-қайта ақтағым келді. Бірақ бір нәрсе анық еді. Егер мен үндемесем, бұл қайталанады. Таңертең күйеуіме қарадым. Ол маған сеніп тұрды. Сол сенім мені күйретті. «Біз сөйлесуіміз керек», дедім. Ол орындығына отырды. Көзіме тіке қарады. Мен бәрін айтып бермедім, бірақ ең маңыздысын айттым. Мен әлсіз болдым. Мен бір сәтте өзімді жоғалттым. Ал біреу соны пайдаланды. Ол үндемей тыңдады. Ұзақ үнсіздік болды. Сосын ол: «Біз мұны бірге көтереміз», деді. Сол сәтте көзімнен жас шықты. Себебі мен ең қорқынышты нәрседен, шындықтан қашпай, соған бет бұрдым. Ал күйеуімнің досы, ол өмірімізден кетті. Бірақ бұл оқиға менің ішімде ұзаққа қалды. Кейде опасыздық тәннің емес, үнсіздіктің нәтижесі. Кейде ең үлкен қате сол бір сәтте жоқ деп айта алмау. Ал ең ауыр жүк онымен өмір сүру. Мен оны бірден байқадым. Адам күнде қасында жүрген жанын танымай қалмайды. Ол өзгерді. Дауысы сол қалпы, бірақ көзқарасы басқа. Үйдің ішінде жүр, бірақ ойы алыста. Алғашында өзімнен көрдім. Жұмыстан шаршадым. Уақыт бөлмедім. Тыңдамадым. Еркектер солай ойлайды. Бірақ бір күні ол маған өтірік айтты. Өтірікті қатты айтпады. Тым тез айтты. Сол сәтте жүрегім шым етті. Мен сұрадым. Ол үндемеді. Үндемеген сайын үйдің іші салқындай түсті. Мен оны кінәлағым келмеді. Өйткені бірдеңе болғанын сезсем де, оның ауыр екенін білдім. Сол түн есімде. Ол ұйықтай алмады. Ал мен ұйықтап жатқандай кейіп таныттым. Шын мәнінде мен ойладым. Егер ол айтса, мен дайынмын ба? Ал егер айтпаса, мен бұған шыдай аламын ба? Таңертең ол маған қарады. Көзінде қорқыныш бар еді. Және бір үміт. Біз сөйлесуіміз керек, деді. Мен орнымнан тұрдым. Себебі ол отырғанда емес, тұрған кезде айтуы керек сөздер барын түсіндім. Ол бәрін толық айтпады, бірақ жеткілікті айтты. Мен сол сәтте бір нәрсені анық білдім. Бұл менің әйелімнің жаман адам болғаны емес. Бұл біреудің оның әлсіздігін пайдаланғаны. Мен ашуландым, бірақ оған емес. Мен ауырдым, бірақ оны жоғалтудан қаттырақ ауырдым. Біз мұны бірге көтереміз, дедім. Бұл сөздер оңай айтылмады, бірақ шынайы болды.
Себебі кейде еркектік жаза беру емес, қорғай алу. Ал сенім сынуы мүмкін. Бірақ егер екеуі де соны сақтағысы келсе, оны қайта құруға болады. Мен соны таңдадым. Ол мені өзі шақырды. Қысқа хабарлама ғана. Кел, сөйлесеміз. Мен бардым. Кездесу орны бейтарап. Адамдар бар, бірақ арадағы ауа ауыр. Ол үстелдің ар жағында отыр екен. Баяғыдай сабырлы, баяғыдай сенімді. Қалайсың, деді ол. Бұл сұрақтың астарында қанша өтірік жатқанын екеуміз де білдік. Сөйлесу үшін келдім, дедім мен. Ол жымиды. Өзіне сенімді адамның жымиысы. Мен бәрін түсіндім, деді ол. Артық сөздің қажеті жоқ. Мен оған тура қарадым. Дәл сол үшін келдім, дедім. Артық сөзсіз айту үшін. Ол арқасына сүйенді. Сен ашулануға құқылысың, деді ол. Бірақ біз ересек адамдармыз. Болған нәрсе болды. Міне, осы сөйлем. Болған нәрсе болды. Сол кезде мен оның неге қорықпай отырғанын түсіндім. Өйткені ол өзін ақтап алған. Өйткені ол бәрін ортақ жауапкершілікке айналдырғысы келеді. Сен қателесесің, дедім, тымышқана. Біз ересекпіз, бірақ бәрі бірдей адал емес. Ол қабағым тиді. Сен мені кінәлайсың ба? Жоқ, дедім. Мен сені таңдаймын. Не дегенді білесің бе, деді ол. Өмірімнен шығуыңды, дедім. Ол күліп жіберді. Сен мені тоқтата алмайсың. Мен орнынан тұрдым. Мен тоқтатпаймын. Мен шекарамды қоямын. Ол үндемей қалды. Алғаш рет. Тағы бір рет жақындасаң, дедім де, сөзінді аяқтамадым. Себебі кейде аяқталмаған сөйлем ең ауыр ескерту. Мен бұрылып кеттім. Артта қалғанда оның дауысы шықпады. Ал менің ішімде бір ғана сезім болды. Жеңіс емес, тыныштық. Бір жыл өтті. Уақыт бәрін емдейді, дейді. Бірақ шындық басқа. Уақыт жараны жаппайды. Ол тек сонымен өмір сүруді үйретеді. Үй бұрынғыдай. Бірақ ішіндегі адамдар өзгерген. Біз көп сөйлемейміз. Бірақ сөйлескенде үнсіздіктен қашпаймыз. Кейде ас үйде шай ішіп отырып, ол маған ұзақ қарап қалады. Мен көзімді тайдырмаймын. Бұл бұрын болмаған нәрсе. Сенім бірден қайтып келмеді. Ол қайтадан құрылды. Күн сайын, ұсақ түйек арқылы. Бір жыл бұрын мен бәрінен қашқым келген. Өзімнен де. Ал қазір мен бір нәрсені анық білемін. Үнсіздік қорғау емес. Шындық ауыр болса да тірі қалдырады. Кейде мен оны түсімде көремін. Күйеуімнің досын. Түсімде ол әрдайым алыста тұрады. Жақындай алмайды. Себебі шекара тек сөз емес. Ол ішкі шешім. Күйеуім бірде айтты. Біз бұрынғыдай емеспіз. Бірақ шынайырақпыз. Мен басымды изедім. Себебі бұл бақыттың басқа түрі еді. Айқайсыз, жалған үмітсіз. Кейде кешке терезеден қалаға қараймын. Жарықтар жанып тұрады. Әр үйде бір тарих. Ал мен өз тарихымды енді жасырмаймын. Өйткені ең ауыр сабақ ең күшті етеді.